Сәлем достар, мен YouTube арнама қош келіпсіздер. Кеше, яғни 3 қазан күні, осы бұқаралық ақпарат құралдарының көздерінде Манчестер Юнайтед футбол клубы, Париж Сен-Жермен футбол клубының бұрынғы шабуылшысы, қазір еркін агент ретінде еркін агент статусын алған Эдинсон Каванимен келіссөздер жүргізіп жатыр деген сыбыс қатты тарап жатты. Жалпы бұл сыбыстың орын алуына және бұл сыбыстың нақты ақпарат екенін дәлелдеген Фабрицио Романо, Саймон Стоун сияқты белгілі инсайдерлер де болды. Кейіннен тіпті осы Эдинсон Каванидің агентінің өзі де бұл ақпаратты растады. Жалпы бұл трансфер дәл қазір уақыт еншісінде ғана деп айтсақ болады. Алдағы бірнеше тәулікте немесе тіпті бірнеше сағаттың ішінде бұл трансферлер жайында ресми ақпарат берілуі әбден мүмкін. Және бүгін жалпы осы трансферден не күтеміз және оңтүстік америкалық футболшылардың Манчестер Юнайтедтегі тағдырлары жайында сөз ететін боламын. Оңтүстік америкалық футболшылардың Манчестер Юнайтедте өкінішке орай сондай нашар статистикасы бар десек артық айтқанымыз емес шығар. Сол Хуан Себастьян Вероннан бастап Диего Форланда, Клеверсон, Габриэль Хайнце, Андерсон, Анхель Ди Мария, Радамель Фалькао, Алексис Санчес сияқты жалпы осындай сәтсіз өнер көрсеткен ойыншылар өте көп оңтүстік Америкадан. Алайда Эдинсон Кавани өзінің алаңдағы міндетін, өзінің алаңдағы орнын, өзінің алаңдағы нақты жасайтын жұмысын анық білетін ойыншы және өте тәжірибелі ойыншы. Чемпиондар лигасында да басқа да топ чемпионаттарда өте жақсы өнер көрсеткен есепке алатын болсақ, Эдинсон Кавани ондай сәтсіз трансфер бола қояды деп айта алмаймын, себебі Эдинсон Кавани өте сондай дарынды шабуылшылардың бірі. Өз заманының ұлттық құрамада да, Париж Сен-Жермен клубында да өте сондай өзінің сондай нәтижелілігімен көзге түскен шабуылшы. Сондықтан бұл трансфер Манчестер Юнайтедке де өте сондай қолайлы болады деп ойлаймын. Себебі қаңтар айында Манчестер Юнайтед жалға алған Адион Игалоны қайтадан қытайлық клубқа жіберетінін ескеретін болсақ, Манчестер Юнайтедке сондай кубоктық матчтарға немесе еврокубоктық матчтарға сондай тәжірибелі шабуылшының керегі анық. Және бұл дәл қазір Манчестер Юнайтедтің сол бір жас шабуылшылары Антони Марсиаль, Мейсон Гринвудқа да және Маркус Решфордке де сондай демалыс беруге өте сондай лайықты шабуылшы деп ойлаймын. Және солардың орнын кубоктық матчтарда басып өзінің нәтижелігін көрсете алады деп. Эдинсон Каванидің Манчестер Юнайтед құрамына ауысуы туралы ең алғашқы ақпараттар осы ақпан айының 2020 жылдың ақпан айынан бастап өте қарқынды дами бастады. Ол кезде әрине нақты ақпарат болмады. Тек қана осы Мауро Икарди Париж Сен-Жермен құрамына ауысып келгеннен кейін негізгі құрамдағы орын толыққанды жоғалтып алған Эдинсон Каванидің осы жазғы трансферлік ауысым кезінде жалпы өзінің клубтық орнын міндетті түрде ауыстыратындығы жайында ақпарат болып жатты. Әрине ол кезде Бенфика, Атлетико Мадрид жайында ақпарат жүріп жатты. Тіпті Энрике Серосоның клубы ойыншымен толыққанды келісім шартқа отырып қойған болатын. Алайда кейіннен осы Эдинсон Каваниден неге екені белгісіз Диего Симеонаның ұжымы толыққанды бас тартып, қазір өздеріңіз білетіндей құрамына басқа уругвайлық ойыншы Луис Суаресті қосып алды. Ал Бенфикаға келетін болсақ, Бенфикада осы жазғы трансферлік ауысым кезінде сол Португалия футболындағы непривычный дейді ғой, сондай тұрғыда өте қомақты сома жұмсады трансферлерге. Өте сондай көптеген жас ойыншыларды сатып алып жатты және солардың қатарында меніңше Эдинсон Каванидің болғанын қаламады деп ойлаймын. Өйткені өте дарынды жас ойыншыларды сатып алып жатты. Сондықтан Манчестер Юнайтед дәл қазір Манчестер Юнайтедте Эдинсон Каваниде бір-бірлерін толыққанды тапты деп айтсақ болатын шығар. Манчестер Юнайтед өздеріңіз білетіндей осы уақытқа дейін бір ғана трансфер жасады және жанкүйерлер тарапынан үлкен негатив болып жатты. Санчоға қызықты, Санчо өтпеді. Серхи Регилонға, Гарет Бейлге қызығып жатты, олар да өтпеді. Алекс Телеске қызығушылық танытып жатты соңғы уақыттарда. Одан да дәл қазір негізгі ақпарат жоқ. Сондықтан Манчестер Юнайтед футбол жанкүйерлерінің тарапынан сондай Манчестер Юнайтедтің басшылығынан дәлірек айтсақ Эд Вудвардқа деген өте сондай бір қысым көрсетіліп жатты да. Және бұл трансфер жасау дәл қазір Эд Вудвардтың да жалпы Манчестер Юнайтедтегі өзінің орнын сақтап қалуға сондай үлкен үлес қосады деп ойлаймын. Жалпы Париж Сен-Жермен дегенде, Париж Сен-Жерменнен Манчестер Юнайтедке ауысып келген футболшылар туралы айтатын болсақ, ең алғаш ойға түсетіні ол сөзсіз Златан Ибрагимович. 2016 жылдың жазында Златан Ибрагимович те дәл осы Эдинсон Кавани сияқты еркін агент ретінде Манчестер Юнайтед құрамына қосылып, өздеріңіз білетіндей, дәл сол маусым 2016-2017 жылғы маусым Манчестер Юнайтедтің тарихындағы сэр Алекс Фергюсон кеткеннен кейінгі ең сәтті маусым болып есте қалады. Әрине Златан Ибрагимовичке
қандай ойыншыны да теңеуге болмайтындығы белгілі. Алайда дәл осы Эдинсон Кавани де Златан Ибрагимовичтен нәтижелік тарапынан кем түспейтіндігін атап өткен жөн. Және осы тұста Златан Ибрагимовичтің рекордын, Париж Сен-Жермен клубындағы Златан Ибрагимовичтің голдар саны бойынша рекордын дәл осы Эдинсон Каванидің өзгерткен есепке алатын болсақ, Эдинсон Каванидің жалпы қандай тәжірибелі ойыншы екендігін жалпы өздеріңіз де біліп отқан боларсыздар. Дәл осы тұста ескеретін бір жағдай, осы қазан айының 20 күні УЕФА Чемпиондар Лигасының топтық кезеңінде Манчестер Юнайтед пен Париж Сен-Жермен клубтарының ойнайтындығын еске сала кетейін. Жалпы бұл матч жайында алдын айта кеткен болатын басқа видеода. Және бүгін осы матч жайында тағы бір рет еске алуға, осы Эдинсон Каванидің ауысуы үлкен себеп деп ойлаймын. Эдинсон Кавани Париж Сен-Жермен клубында сөзсіз ең керемет естеліктері қалған деп ойлаймын. Алайда осы Париж Сен-Жермен клубында да Манчестер Юнайтедпен сондай тығыз байланысы бар бір ойыншыны атап өткен жөн, ол әрине Андер Эррера. Және осы екеуінің алаңдағы кездесуі осы уақытқа дейін әрине қатты күтіп отырған матчтардың бірі болған жанкүйерлер тарапынан осы матч. Және Эдинсон Каванидің ауысуы бұл матчқа жаңағы интриганың үстіне интрига қоса түсті десем артық айтқаным емес шығар. Және бұл матчтың өте сондай қызыққа толы болатындығы сөзсіз. Міне достар, бүгінгі осы қысқаша видеом Эдинсон Каванидің трансфер жайында өзім қысқаша ойым. Жалпы осы видео ұнап жатса, арнаға тіркеліп, лайк басып, өздеріңіздің достарыңызбен бөлісіңіздер. Және осы Эдинсон Каваниді Манчестер Юнайтедте не күтіп тұрғандығы және қандай нәтижелік көрсететіндігі жайында өз пікірлеріңізді төмендегі комментарияға жазып кетсеңіздер болады.